Халықтың мұң-мұқтажы ұсыныс пікірлері жинақталған Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын насихаттау мақсатында бүгінде парламент мәжілісінің депутаттығына үміткерлер Мақтааралдық тұрғындармен кездесті. Жергілікті мәслихатқа үміткерлермен біргелікте Мырзакент кентінің тұрғындарының үйінде болып, есіктен есікке акциясын өткізді. Стратегиялық даму мақсаттарын дәйекті түрде жүзеге асырып келе жатқан партияның құрылған алғашқы күннен бастап біргелікте еңбек етіп келе жатқан еңбек ардагерлер елдегі қол жеткізілген әрбір жетістік пен тарихи сәттердің куәсі екендіктерін айтты. Мемлекетіміздің өркендеуі мен елдің игілігін мақсат еткен бағдарлама кезең-кезеңімен жүзеге асырылса, Қазақстанның болашағы зор болатынына күмән жоқ. Өйткені халықтың жағдайын жақсарту партиямыздың алға қойған басты мақсаты, деді Мөлдір Бақытжанқызы. Кездесу соңында Мырзакенттік аналар Нұр Отан партиясын қолдайтындықтарын айтып, жасалынып жатқан мемлекеттік қамқорлықтарға алғыстарын білдірді. Аллаберген Құлша, Рысбек Асанұлы, ақпарат, Мақтаарал ауданынан.